Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де сізге күтпеген жерден қонақтар келетін болса және де бауырсақ ашытуға уақытыңыз болмаса, осы 10 минутта дайын болатын жұп-жұмсақ әдемі бауырсақтарды дайындауға кеңес беремін. Ал бастайық. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды таза ыдысымызға құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, тағы 1 рет араластырып аламыз. Біздің массамыз сәл көпіршіктеп көтерілуі керек. Ал енді үстіне қант саламыз. Қантты өзіңіз бауырсақ қаншалықты тәтті болған қалай сонша салыңыздар. Мен 2 ас қасықтай қант салдым және де 1 шай қасық тұз салдым және де жақсылап тұрып араластырып алдым. Достар, барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде көріп шығыңыздар. Ал енді араластырып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасына жұмыртқаны саламыз және де тағы 1 рет араластырып аламыз. Ал енді үстіне 2 қасықтай сұйық май құямыз және де тағы 1 рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Керекті заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс, сонда бауырсағымыз жақсы көтерілетін болады. Ал енді осыған ұнымызды електен өткізіп саламыз. Және де ең бірінші лопатка немесе қасықтың көмегімен араластырып алып, кейін қолмен жақсылап тұрып елейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ және де қолға жабыспауы керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз жұмсақ болып еленді және де қолға жабыспайтын болып шықты. Енді осылай бір 10-15 минутқа қалдырып қойсаңыздар болады. Немесе бірден жаза берсеңіздер де болады. Ал енді қамырымызды жазамыз. Ол үшін сәл ғана ұнды үстеліміздің үстіне сеуіп, қамырымызды қойып, оны оқтаудың көмегімен жұқалап етіп жазып аламыз. Қамырымызды жазып болған соң, пышақтың немесе осындай кескіштің көмегімен немесе домалақтап кесуге де болады, немесе мен сияқты осылай төртбұрышты етіп кессеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай кескіштің көмегімен осылай төртбұрышты етіп кестім. Өте жеңіл кесіледі және де өте тез болады. Міне біз бауырсақтарымызды кесіп болдық. Ал енді алдын ала майымызды қыздырып аламыз. Менде бұл жерде тоң май мен сұйық май араласқан. Енді майымызды қатты қызарып болған соң, ішіне бауырсақтарымызды саламыз. 5-6 бауырсақты бірден пісірсеңіздер болады. Және де салғаннан кейін осылай қайта араластырамыз. Сонда екі жағы да бауырсақтың бір қалыпты бірдей етіп піседі. Жиі араластырып тұрамыз піскенше. Міне көріп тұрғандарыңыздай бауырсағымыз екі жағы да әдемілеп қызарып пісті. Енді осыны біз бауырсақтарымызды салатын ыдысқа саламыз. Және де осылай кезек барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде бауырсағымыз пісіп дайын болды. Енді осыны әдемілеп дастарханымызға, осындай тарелкаға немесе өздеріңіз бауырсақ қоятын тарелкаға салып қойсаңыздар болады. Көргендеріңізде өте тез әрі жылдам піседі. Ешқандай ашытқы қоспайсыздар. Дәмі деген енді өте керемет. Бірден
үстелге қойып жеп қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Баршаларыңызға рахмет, мені қолдап, менің видеоларымды көріп жүргендеріңізге. Баршаларыңызға ас болсын, және де келесі видеоларда кездескенше сіздермен бірге болған мен Диана. Сау саламатта болыңыздар.